Саламатсыздар ме, балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Сенің білетінің комбинаторлық есептерді таңдап алу тәсілімен қалай шығаруға болатынын білесің. Кәне балалар, ширату жаттығуына назар аударайық. Бүгінгі біздің ойынымыз қанша деп аталады. 5 тышқанның құлағы. Ойланайық. Дұрыс айтасыздар, 10. 7 сиырдың мүйізі. Өте жақсы, 14. Дүйсенбі сөзіндегі әріптер саны. Дұрыс айтасыздар, 8. Ертедегі айдаһардың басы. Жақсы, 7. Бағдаршамның көздері. Дұрыс, 3. Дауыссыз дыбыстар. Әрине, 25. Енді, құрметті оқушылар, сіздермен қазір біз қарапайым өмірдегі таңдау тәсілдерін іске асырып көрейік. Ол үшін мына сұрақтардың жауабын айтыңыздар. Қандай үш таңбалы санды нөл шығатындай етіп тең бөлуге болады? Жауапты таңдаймыз. 800, 888, 808. Дұрыс айтасыздар, 888. Ортасынан сызықпен бөлетін болсақ, 6-0 шығады. Тамаша, енді келесі сұрақ. Жаңбыр жуды жерімді, көкте өрмек керілді. Таңдаймыз, қол шатыр ма, кемпір қосақ па, өрмекші ме? Әрине дұрыс айтасыздар, кемпір қосақ. Ендеше балалар, біз сіздермен бүгінгі сабағымызды номері 1-ші тапсырма кемпір қосақ туралы есепті шығарамыз. Арман кемпір қосақтың суретін салды. Оның бояу жиынтығында 7 түс бар. Алдымен ол 2 түсті таңдағысы келді. Жиынтықтан бояудың 2 түсін неше тәсілмен таңдауға болады? Кәнеке ойланайық. Кемпір қосақта 7 түс бар. Қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көкшіл, көк, күлгін. Ендеше осы түстермен Арман таңдау тәсілі бойынша қандай бояу таңдайды екенін шығарайық. Ең бірінші түс біз қызыл түсті алып, қалған 6 түспен сәйкестендіреміз. Яғни бірінші қызыл, қызғылт сары, қызыл сары, қызыл жасыл, қызыл көкшіл, қызыл көк, қызыл күлгін. Келесі қызғылт сары, сары, қызғылт сары жасыл, қызғылт сары көкшіл, қызғылт сары көк, қызғылт сары күлгін. Келесі сары жасыл, сары көкшіл, сары көк, сары күлгін. Келесі жасыл көкшіл, жасыл көк, жасыл күлгін. Енді көкшіл көк, көкшіл күлгін. Соңында көк күлгін. Құрметті оқушылар, бұл жерде назар аудару керек, яғни бір рет қайталанған түстерді таңдамаймыз. Келесі түсті таңдап сәйкестендіреміз. Ендеше осы тапсырмада Арманда 21 тәсілі бар екен. Балалар, ендеше есімізде сақтайық. Комбинаторлық есептер дегеніміз, есепті шығару барысында берілген нысандардан әртүрлі комбинация құруға және комбинациялардың санын санауға тура келетін есептер. Жай есептерді, мүмкін нұсқаларды әдеттегідей толық таңдап алу арқылы шығарады. Қарапайым жағдайларда біз өзімізге қажетті барлық комбинацияларды жазып, және олардың санын анықтай аламыз. Номері 2-ші тапсырманың асын шығарайық. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3 цифрларынан қанша 2 таңбалы сан құрастыруға болады? Әрине бірінші 1-ді таңдаймыз. Одан 12, 13 деген сан құраймыз. Екінші 2, яғни 21, 23. Келесі 31, 32 сандарын құрауға болады. Жауабы 12, 13, 21, 23, 31, 32. Яғни 6 2 таңбалы сан жазуға болады. Енді балалар номер 2-нің әсіне назар аударайық. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3
4, 5 цифрларынан қанша екі таңбалы сан құрастыруға болады? Әрине, алдағыдай бірінші бірді таңдаймыз. 12, 13, 14, 15. Келесі екіні таңдайық. 21, 23, 24, 25. Келесі 3 санын таңдап, қандай екі таңбалы сан құрауға болатынын ойланайық. Әрине, 31, 32, 34, 35. Келесі 4-ті таңдаймыз, яғни 41, 42, 43, 45 сандары. Ең соңғы 5-ті таңдаймыз, 51, 52, 53, 54 сандарын құраймыз. Балалар, неге біз 11, 22, 33, 44, 55 сандарын алмадық? Дұрыс айтасыздар, өйткені бізде сандар қайталанбайтын болу керек. Ендеше бұл таңдау тәсілімізде 22 таңбалы сан жазуға болады екен. Тамаша, жарайсыздар. Келесі тапсырма. 100 метрге жүгіруден финалға Арман, Серік және Нұрлан шықты. Оларға жүлделі орындар берудің мүмкін нұсқаларын ата. Әрине, ойланамыз, өйткені бірнеше нұсқа болуы мүмкін. Бірінші нұсқа таңдайық. Арман, Серік, Нұрлан болуы мүмкін. Екінші нұсқа Арман, Нұрлан, Серік. Үшінші нұсқа Серік, Арман, Нұрлан. Төртінші нұсқа Серік, Нұрлан, Арман. Бесінші Нұрлан, Серік, Арман. Алтыншы нұсқа Нұрлан, Арман, Серік. Ендеше бұл тапсырмада 6 нұсқасы бар екен. Тамаша. Кәне балалар, келесі тапсырмамыз номері 4-ші тапсырма. Мұнда біз сіздермен мүмкіндіктер тармағын құрастырамыз. Әлия жексенбі күні әжесіне, құрбысына және сіңілісіне барып қайтпақшы. Ол баруды қандай ретпен ұйымдастырады екен? Біз сіздермен әжесін ә, құрбысын қ, сіңілісін с әріпімен белгілейміз. Кәне бастайық. Бірінші бару, әрине Әлия бірінші әжесіне, құрбысына, сіңілісіне барады. Енді әжесінен кейін құрбысына, одан кейін сіңілісіне барады. Келесі әжесінен сіңілісіне, құрбысына барады. Құрбысынан шығып сіңілісіне, әжесіне барады. Одан кейін әжесіне, сіңілісіне барады. Келесі сіңілісінен шығып әжесіне барады, одан кейін құрбысына барады. Сіңілісінен шығып құрбысына барады, одан кейін әжесіне барады. Міне осындай мүмкіндік тармағы болады екен. Жарайсыздар, өте жақсы. Видеороликке назарларыңызды аударып, мен капитан жаттығуын жасайық. Капитан секілді оң қолдарыңызды көтеріп, бас бармақты астына қоясыздар. Екінші қолдарыңызды бас бармақты лайкты көрсетесіздер. Жаттығуды бастапқыда баяу жасауды бастаңыздар, дағдыланғаннан кейін жылдамдықты қосасыздар. Тамаша, жарайсыздар. Номері 5-ші тапсырма. Би үйірмесіне Арман, Серік, Ерлан, Нұрлан, Дана, Айна, Әлия, Маржан қатысады. Ұлдар мен қыздар қандай би жұптарын құра алады? Әрине бұл тапсырманы кесте құрып шығарған ыңғайлы. Балалар, сіздерде де осындай кесте құрылды деген сенімдемін. Кәне тексерейік. Арман, Дана, Арман, Айна, Арман, Әлия, Арман, Маржанмен би жұбын құра алады. Келесі Серікті алайық. Серік Данамен, Серік Айнамен, Серік Әлиямен, Серік Маржанмен би жұбын құра алады. Ерлан Дана, Ерлан Айна, Ерлан Әлия, Ерлан Маржанмен. Келесі Нұрлан Данамен, Нұрлан Айнамен, Нұрлан Әлиямен, Нұрлан Маржанмен би жұптарын құралады екен. Ендеше барлығы 16 би жұбы құрылады. Өте жақсы. Келесі балалар, зерттеу жұмысын жүргізуге дайындалайық. Айна, Әлия, Дана,
Бану және Құралай гүлдердің суретін салды. Олар көк қоңыраугүл, қызыл қызғалдақ, сарғалдақ, қызыл қалампыр және сары нәркестің суретін салды. Айна мен Әлия бірдей гүлдерді бейнеледі, ал Әлия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояды. Айна мен Банудың гүлдері сары болды. Қыздардың әрқайсының қандай гүлдің суретін салды? Кәне, ойланайық. Балалар, есептің шарты бойынша Айна мен Банудың гүлдері сары, ендеше сарғалдақ пен сары нәркес. Айна мен Әлия бірдей гүлдерді бейнелеген, яғни олар қызыл қызғалдақ пен сарғалдақ гүлдерін салған. Осыдан Айнаның сарғалдақ, Банудың сары нәркес салғаны белгілі. Әлияның қызыл қызғалдақ салғаны анықталады. Әлия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояған болса, ендеше Құралайдың қызыл қалампырдың суретін салғаны белгілі болады. Өйткені түстері қызыл. Енді келесі Дана көк қоңыраугүл салды деген тұжырымға келеміз. Сіздерде де осындай жауап шықты деген сенімдемін. Яғни Айна сарғалдақтың суретін салды, Бану сары нәркесті, Әлия қызғалдақты, Құралай қызыл қалампырды, Дана көк қоңыраугүл салды. Тамаша! Балалар, енді кемпірқосақтың 7 түсіне өздеріңіздің бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді 7 пікір арқылы білдіріңіздер. Мен бүгін нені білдім, мағам не қызықты болды, мен нені түсіндім, енді мен не жасай аламын келешекте, мен математика сабағында нені үйрендім, және мен нені сезіндім. Балалар, менің ойымша, сіздер бүгінгі сабақта таңдау тәсілін орындауды біліп, сабақ сіздер үшін қызықты болды деген сенімдемін, және келешекте комбинаторлық есептерде таңдау тәсілдерін жасай алып, бүгінгі сабақтағы алған білімдеріңізді өмірде қолдана алады деген ойдамын. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.